Баршаңызға қайырлы күн достар, менің каналыма қош келдіңіздер. Сіздермен бірге Гаухар. Мен бүгін ерекше әрі пайдалы тағамның рецептісімен бөлісемін. Алдымен табаға майымызды қыздырып аламыз, одан кейін сәбізіміз бен пиязымызды қуырып аламыз жақсылап. Оның үстіне бір ас қасық томат қосып, жақсылап барлығын араластырып аламыз. Және де бүгін мен балықты майсыз пісіремін. Өте пайдалы әрі дәмді болып шығады. Балықты кішкене бөліктерге осылай бөліп алдым видеодағыдай етіп. Мен балықты алдын ала жуып, тазалап, тұздап алдым. Одан кейін бір шай касемен ыстық қайнаған суды балығымыздың бетіне құямыз. Және де дәміне қарай тұз себеміз. Баяу отта 20 минуттай бетін жауып балығымызды пісіреміз. Мен гарнирге күріш пісіремін. Сондықтан бөлек табаға сары майымды ертіп аламын. Күрішімді алдын ала тазалап барлығын жуып алдым. Күрішімді салып, тұздап, суын құйып, жақсылап пісіріп аламыз. Дәміне қарай тұз саласыздар. Және су құйып, баяу отта пісіріп аламыз. Мінекей достар, 20 минуттай уақыт өтті. Менің балығым керемет болып пісіп қалды. Өте дәмді әрі пайдалы тағамдардың бірі. Күрішім де пісті. Өте оңай әрі дәмді пайдалы тағамдардың бірі. Міндетті түрде осы рецептпен үйде пісіріп көріңіздер, сіздерге ұнайтынына сенімдімін. Гарнирімізді әдемілеп тарелкеге салып аламыз. Енді қасына балығымызды салып әдемілейміз. Дәмі өте керемет болып шықты. Буға піскесін, майсыз піскесін өте дәмді әрі пайдалы рецепттердің біріне жатады. Осы видео ұнаса, менің каналыма тіркеліп, қоңыраушаны басуды ұмытпаңыздар достар. Алдағы уақытта көптеген рецепттермен сіздермен бөлісетін боламын. Комментарияға өз ойыңызды жаза кетіңіздер. Өте пайдалы әрі дәмді тағамдардың бірі болып шықты. Міндетті түрде жасап көріңіздер. Каналымда келесі кездескенше сау болыңыздар.